Баршаға сәлем, менің атым Нұрмахан, жасым 29-да, бойдақпын, гей емеспін. Таңғалатын ештеңесі жоқ, бұл жаста да бойдақ болып гей болмауға болады екен. Қазір осындай нәрсені бірден айтып қою керек. Әйтпесе кімнің кім екенін білмей қалдық қой. Қалайсыңдар? Мен Нұрмахан, бұл аптабек бастамай тұрып, бірден каналға жазылып алыңдаршы. Жазыл. Мен күте тұрам. Әйтпесе жайдан жай өтіп кетіп жүрсіңдер. Болмайды ғой олай. Жазылдың ғой, я? Все, кеттік онда. Бірден айтып қойын. Мен гетеросексуалмын. Білесіңдер ғой гетеросексуал дегенді? Шатастырып алмаңдар, я? Өткенде Қазақстандағы ЛГБТ қауымдастығы Роза Рымбаеваны өздерінің гей иконасы деп таныған. Лицосы ғой, короче. В Казахстане Роза Куанышевна является гей-иконой. Если бы вы знали, насколько популярен ее образ среди некоторых травести-див в гей-клубах, то если бы она это знала, она была бы, я уверен, что она была бы приятно удивлена. Бұларды тыныш жүрмейді. Роза Рымбаевадан нелері бар? Ну, мне это, честно говоря, особо, как вам сказать, роль не играет, выбрали они меня или нет. Но раз они выбрали, значит, им нужно было такое какое-то имя громкое. Так я с ним не общалась никогда. Это странные люди. Жалпы мен Қазақстандағы гейлерді құрметтеймін. Құрмет дегенде қалай? Оған себеп бар. Қаншама адамның агрессиясына, жауыздығына қарамай, өзінің гей екенін ешкімнен жасырмай айтқандарға, мала десе деу керек. Точно гей екенін білген соң, алыстан араласасың да. Бірақ арамызда 200 гейлер бар ғой. Андай ішкі жан дүниесі гейші. Білмейсің да? Нормально сөйлесіп жүресің. Ол кеп құшақтап амандасады, брат деп. Сөйтсең оның бар ойын сені бір періп алу екен. Майыспайды ғой еще. Майысса аулақ жүресің ғой. Брат, келсе арқаңы қытырлатқызып берейін дейтіндері бар. Қорқасың. Қазір вообще арқамды ешкімге қытырлатқызбаймын. Құрысып қалды. Сондықтан мен өзінің гей екенін ашық айтатындарды құрметтеймін. Бірақ алыстан араласам да. Негізі қазір біз гейлердің өміріне өте көп араласып кеттік. Кім-кіммен, қалай, нетеді, өз біледі ғой. Солай туылды, таңдауы сондай, солай ұнайды оларға. Ойбай, гейлер көбейіп кетті дейміз. Негізі кез келген қоғамда гейлер 4%-дан аспайды екен. Бізде одан да аз ғой. Аз болғандықтан гейлеріміз шетелге тұрмысқа шығып жатыр. Өзіміздің қара көз гейлеріміз қайда? Осылай жіберіп қойып отыра береміз бе? Қайран қазағымның гейлері ай. Бас-басыңа гейді қайдан тауып береміз? Осы да жетеді. Гей деген сөзді осынша рет айтам деп ойламаппын. Шайтып тастау керек ғой. Қыз-теке деген сөз бар екен ғой қазақта. Еркек шора деген де бар. Демек, бұндайлар болған біздің даламызда кезінде. Бұрыннан барды десек те болады. Енді ата-бабамыз бұл сөздерді ауадан алмаған шығар, жай шығара салмаған шығар. Осындай керек деп. Просто ол кезде Инстаграм болмады, интернет болмады. Өздерін жарнамалай алмады. Қазір ғой аштан ашық жарнамалап. Тып-тыныш бір-біріңді теріп жүре берсіңдерші. Подписчик керек болса қалауымға барыңдар. Сосын гейлерді ұрғым келеді дейтін жігіттер бар. Ұрғанда не істейді деймін да? Менен қорқып сыйлайды деп ұра ма? Сонда сені гейлердің сыйлағаны керек пе? Әлде ләззат ала ма? Менше ләззат алатын сияқты. Екі жақта ләззат алады ғой. Әйелін ұратын жігіттер әйелін төсекті де ұрады ғой. Менше әйел мен гейді ұруда еш айырмашылық жоқ. Екеуінде де әлсіз адамға қол көтереді. Әйелді ұру жайлы салыстыруды бекер айтқан жоқпын. Өйткені қазір әйелді адам құрлы көрмейтін еркектер көбейіп кетті. Осындай жағдайлардан соң ойлайсың да, қазақтың жігіттері қыздарды, әйел адамды 50-60-тан асқан ана болған кезде ғана сыйлау керек деп ойлайтын сияқты. Оған дейін испытательный срок. Күйеуіңнің ұрып соғуына шыдап, аман есен сол жасқа жетуің керек. Жетпесең, сама виноват.
испытательный сұрау. Білмеймін енді, бізде қыздарға деген потребительский отношение бар сияқты. Тамақ істеп беретін, бала туып беретін, тегін секс қызметін ұсынатын, қолын қышығанда бетін тосатын адамды іздеп үйленетін сияқты жігіттер. Болды мен сияқты отбасының тең мүшесі, ол да адам. Сондықтан менде жігіттерге ұсыныс бар. Әйелді адам деп санамайтын, өзінен төмен санайтын жігіттерге ұсыныс. Не істейсіңдер қыздар? Олар қатындар ғой, сендерге тең емес. Сондықтан сендер өздеріңе сай жігіттерді алсаңдаршы. Қазақтың батыр, намысы асып тасып тұрған жігіттер лайық қой сендерде жігіттерге. Сөз берем, гей деп атамаймыз. Әйеліне қол көтеріп қоямын ау деп өзіне сенімсіз болғандықтан спарринг партнер ретінде өз сияқты жігітті алды дейміз. Ұрыс-керіс болмайды, сразу төбелесіп аласыңдар. Күштерің тең, қалағанша төбелесесіңдер ғой. Секс керек болғанда, онсыз да саунаға барып жүрсіңдер ғой. Үйленген жігітіңді көндірсең, онда басқа әңгіме, онда бенпас, онда қалай сендерге осындай вариант? Әйтпесе бәрін жұдырықпен шешіп кеттіңдер. Тупой, қалай басың жетіп айтып отырсың мұнан? Бір жөні түзу тәрбиелік мәні бар нәрсе айтама десек, деп коммент жазып жатқан шығарсыңдар уже. Негізі біз жігіттердің мақтауын қатты асырып жібергенбіз. Атұстар, ұрпақ жалғастырушы үшін көп енді. Әйелі ол тумаса тастап кете салады. Сондықтан қазір біздің жігіттерде звездный болезнь. Көшеге шықса, қыздар жүгіріп кеп аяғына жығылу керек. О май гад, сен атұстарсың ба, ұрпақ жалғастырушысың ба деп бұтына ашу керек. Бір-бірімізге адам ретінде қарап, адам ретінде сыйлап үйренейікші. Күйген дүние күйіп кетсін. Ал енді кезек атышулы жезөкше видеосына келді. Сағатың қанша? Сағат? 5:30. Жалпы мен ол сағатты айтып тұрғаным жоқ. Енді қандай сағат? Өзіңнің сағатыңда. Төсектегі. Қандай төсек? Бұл видео жайлы өте көп нәрсе айтылды, өте көп талқыланды, екі жақ бір-бірін жеді, ютубтан да өшірілді. Видеоның сапасы негізі өте жақсы, дыбыс жоғары деңгейде, оны айту керек. Менің тек бір алып қосарым бар. Негізі көліктегі көкем қызды үйіне дейін апарып тастай салу керек. Ешкім тиіспесін деп, ешкім қарамасын деп, шын жаны ашса. Сосын жолай бір бутикке кіріп, әдемі көйлектер әпере салу керек еді. Шынымен қыздың тағдырына алаңдаса дегенім ғой. Қыз отказ жасаған соң, андай қыз ғой деп кек алған сияқты болып қалды да. Атақ қыз давай десе көкемде, давай дейін деп тұр ғой. Негізі бұл видеоның оригиналы мынадай болған екен. Тоқтатыңыз онда. Жарайды. Негізі Тоқаевты отырғызу керек еді. Көлікке. Сосын қыз бастау керек еді. Киімге ақшам жоқ, жағдайы нашар, бүкіл халықтың жағдайы нашар, ақшаның бәрі шошқаға кетіп жатыр. Проблемалардың бәрін айтып ше. Сол кезде нағыз социальный ролик болып шығатын еді ғой. Неақса, мен осы роликтің жалғасын түсірдім. Көріңдер. Отыр. Ставкың қанша? 5:30. Сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Тойдағы ставкың. Той? Картоннан жасалған бабочкаңды көріп, асабай екен деп қалдым. Сіз мені кім деп тұрсыз? Ана кісіді көрдің бе? Қарын шығып кеткен кісі полиция. Жанында арықтау келген кісі ақ халат киген. Дәрігер, айлығасы. А мұғалім вообще арықта жатыр. Мамандыққа сай киіну керек. Түсіндім. Просмотрың қанша? 5:30. Мен түсінбедіңіз. Тиктоктағы просмотрыңыз қанша? Тикток? Билеп отырғаннан кейін мен сізді тиктокер деп қалдым. Сіз мені кім деп тұрсыз? Мен тиктокер емеспін. Мен стоп ойнатып 5000 теңге беретін. Гифтерге қатысатын. Гивөкшемін. Алдымен келісіп алмадық па? Жүре беріңіз. Пенсияң қанша? Пенсия? Бетіңдегі әжімдерге қарап, шал деп ойлап қалдым.
бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Неге осындай көлікпен таксовать етіп жүрсіз? Мини юбка киген қазақ қыздар отырса соларға ақыл айтам деп шыққанмын. Сен отыра бердің ғой қайта-қайта әртүрлі киім киіп. Тоқтатыңыз. Бүгін бір адамға ақыл айтқан жоқ. Бізде ұлттық идеология жоқ деп өте көп айтылады. Қалай жоқ? Как раз таки мораль оқу, келсін келмесін біреуге ақыл айту біздің ұлттық идеология. Осы нәрсені біз кішкентайынан әр баланың миына қоюымыз керек. Балаларымыз ілім-білімді, ғылымды, техника, технологияны емес, ақыл айтуды, мораль оқуды қолға алса, біз кәдімгідей дамып кетеміз. Соның бәрін обязательно мен айтуым керек па? Өздерің біліп бірдеңе істейін демейсіңдер, иә? Бүгінге осы. Келесі кездескенше. Келе жатырмын жаяу, дәм болсын, дәм болсын, дәм болсын, дәм болсын.